Сәлем оқырман. Нұрдәулеттің интервьюсы шығып, Айда да өзінің тарапынан жауап берді. Инстаграм желісіне болса Нұрдәулеттің кешірім сұрап жатқанын салыпты. Ал Айда не деп жатқанын көрейік. Мен жеке өмірімнің тақырыбын жабу үшін қанша тырыссам да жабылмай қойды ғой. Сұхбат көріп күлкім келді. Барлық шындықты ашатын уақыт келді деп ойлайсыз ба? Жасыру әлде біреудің баласының болашағын ойлап көпшілік алдында ақтау. Жақсылық жараспайды екен. Қойнында жатқан қатыныңа сенбе деген болса. Неге ел алдында магазинге шыға алмай қалдым? Ел алдында мен ақтап шық сосын қосыламыз дейме? Соққылар үшін, физикалық күш көрсеткеніңіз үшін кешірім сұрады. Мен де көпшілік алдында шығарғаным үшін кешірім сұрадым. Егер мен ашып, бәрін айтсам, арты нашар болады. Осы сәтте мен тілімді тістеп қалайын. Ал телеарналарда хайп, рейтингтер болса болды, сіз білесіз. Өлгендерді жерлемей тақырыпты жабыңыз дейді Айда. Сонда әлі де ашылмаған шындық бар ма? Айда соңына дейін айтпаған секілді. Махаббат үшін бе, жанұясын сақтау үшін бе? Әрі қарай енді өздері шешер. Және де бүгін Айда ата-анасымен бірге тұрған сурет жүктеді. Астына жазба қалдырды. Сіздер болмасаңыздар мен не қылар ем? Менің қараңғы өмірімнің гүлденуі мен жарқырауы үшін тұрғандарың. Қиын кезде де, жаман кезде де, қателескенде де. Сіз сүрініп құлап бара жатқанда да ата-анаңыздан басқа ешкім сен үшін күймейді екен. Менің қазіргі жағдайымды тек осы адамдар біледі. 35 жыл бірге тұрып жатыр, бір рет болсын әкемнің физикалық күш көрсетуін көрмеппін. Мені махаббат пен мейірімге толы өсірді. Бұрында осыны түсінбей, тілін алмай өзім шешемін дегенімге өкінемін. Ата-аналар бәрін сезеді деді Айда. Өткенге өкініш қалғаны сезіледі. Осыдан кейін қайта қосылу екі талай секілді. Ата-анасын екінші рет тыңдамауға жол бермейді деп ойлаймыз. Әкесі о бастан қарсы болғанын да білдік бүгін. Сол үшін де әркім өз өмірін сүріп, бір-бірін ұмытатын секілді. Бірақ ол тек менің ойым, алда оны да көре жатармыз. Шындық айшылды ма толықтай, енді ол шыны керек белгісіз. Сіз қалай ойлайсыз? Кешегі өзімнің берген интервьюім жөнінде айта кетсем, негізінде ол кісілер қайта-қайта жазып звондап, ол кісілер үшін өте маңызды болды бұл интервью. Алматыға келуге кейін дайын болғаннан кейін ақыр шығатын нәрсенің барлығы шығып қойды деп менде эмоция үстінде. Осындай интервьюді беріп қойған үшін шын жүректен басымды иіп кешірім сұраймын.